Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Фариза. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын сочники, яғни творогты печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Мен балаларымның сүйікті печенье. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және де видеоны өткізбей, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ең алдымен ыдысқа 100 грамм қаймақты саламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Оның артынан қантты саламыз. Қантты салып кішкене араластырып, үстінен бір жұмыртқаны саламыз. Оны да салып жақсылап араластырамыз. Оның үстінен бір чайный ложка тұз саламыз. Сосын үстінен ванилин саламыз. Барлығын салып жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майды немесе маргаринді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай іртігіне кетіріп, бір крем сияқты болу керек. Сосын үстінен аз-аздан ұн саламыз. Осы кезде бір чайный ложка разрыхительді ұнға салып араластырып жібереміз. Мына жерде видеоға түспей қалыпты. Осылай жақсылап араластырып, аз-аздан ұн салып, қолымызбен әдемілеп қамыр илейміз. Осылай қамырды әдемілеп илейміз. Ұнды көп салмай, аз-аздан салып, осылай жұмсақ әдемі қамыр илейміз. Қамырды дайын болып қалды. Дайын болған қамырды салафанға салып, холодильникке салып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаның ағын салып, оның үстінен кішкене ванилин саламыз. Ванилинді салғаннан соң венчиктің көмегімен кішкене көпіртіріп аламыз. Сосын үстінен қант салдым. Қант негізі міндетті емес. Мен салмасы кішкене тәттірек болсын деп қант салдым. Қант салмасаңыз да болады. Оның үстінен 400 грамм творогты саламыз. Творогыңыз сулы емес, құрғақ іртігі жоқ творог болғаны дұрыс. Осы творогты салып жақсылап араластырамыз. Міне салмасы дайын болып қалды. Салмасы дайын. Енді холодильниктегі қамырды алып, қамырды жаятын боламыз. Қамырды алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. 2 бөлікке бөліп, осылай зуала жасайтын боламыз. Сосын зуаланы осылай кішкене ұн сеуіп, жақсылап жайып аламыз. Қамырды орташа жұқалықта жайып аламыз. Қатты жұқа етіп жібермейміз. Орташа жұқалықта осылай жайып аламыз. Жайып болғаннан соң, егер сізде арнайы форма болса, формамен кессеңіз болады. Егер форма болмаса, осылай майонездің босаған ыдысын кесіп, осылай қолдансаңыз да болады. Осылай домалақ етіп барлығын кесіп аламыз. Кесіп болған соң артып қалған қамырларды алып, оларды домалақ етіп жайып кесіп шығамыз. Кесіп болған қамырлардың ішіне бір ас қасық толтырмай творогты салып, бетін жабамыз. Ешқандай жабыстырмаймыз. Екі шетін кішкене ғана жабыстырып, осылай барлығын салып шығамыз. Салып болған қамырларды листімізге орналастырып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, духовкада 30 минуттай 200 градуста пісіріп аламыз. Осылай жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Жағып шыққаннан соң 200 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне сочники де пісіп дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Енді үстінен ыстық күйінде осылай сахарный пудраны сеуіп шығамыз. Сол кезде одан сайын әдемірек, дәмдірек болады. Егер менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде жазып қалдырыңыз. Мен міндетті түрде жауап беремін. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.